Қайырлы күн достар, сіздермен Мадина. Бүгін сіздермен қатпарлы үгітілмелі болып шығатын самсаның қамырын дайындаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы суға бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз және шекер салып жақсылап араластырып аламыз. Суымыз бен жұмыртқамыз бір келкі болғанда ұнымыздың ортасына аз-аздан құйып қамыр илейтін боламыз. Қамыр өте жұмсақ болмау керек. Мантының қамыры сияқты шамалы қаттылау болғаны жақсы. Қамырымыздың бетін жауып қойып, 10-15 минут тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз да, тағы да бетін жауып, тындырып қоямыз. Июі қанған қамырларымыздың екеуін де бірден жайып аламыз. Бірінші қамырдың үстіне сары майымызды жағып алып, екінші қамырымызды сол май жағылған қамырдың үстіне қоятын боламыз. Одан кейін барып, видеодағыдай етіп әдемілеп орап шығатын боламыз. Қамырымыз әдемі қатпарлы үгітілмелі болып шығады. Тоңазытқышқа қойып, 1-2 сағаттан кейін самсамызды пісіре берсек болады.